Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін біз осындай экрандағыдай карандаш жасаудың жолын үйренетін боламыз. Ең алдымен ол үшін каналға жазылуды ұмытпаңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл карандаштарды жасап, сіздер карандашқа сабақ кестесін немесе бір ереже, тапсырма жазуларыңызға болады. Балаларға өте қызықты бір көрініс болып табылады. Ендеше осы карандашты жасау үшін бізге ең алдымен қажет нәрселер осында екі түрлі түсті парақ, скотч немесе желім және қайшы керек. Осы парақты ортасынан қақып аламыз. Осылай қиылған парақтарды бір-біріне қосып бүктейміз. Алдымен осы екі парақты бүктеп аламыз. Осындай өлшемде. Енді арғы бетіне қаратып, бүктелген жерді бір-біріне қосамыз. Бірдей өлшемде болу керек. Енді тағы бір рет осылай осы жағынан алып бүктейміз. Екінші жағында қосып осылай бірге бүктейміз. Міне бізде карандаштың басы дайын. Енді осы карандашымызды астындағы парағын қиып аламыз. Осындай өлшемде жеткілікті. Мен көзбен өлшеп қырқып жатырмын. Енді осы карандашты былай бұрып, осы жерге дейін бүктейміз. Алдыға қаратып, екі шетін бір-біріне майыстырып аламыз. Балаларға сыйлық ретінде де беруге болады. Бір ережені жазып немесе жабыстырып, сонда балаларға бұл қызықты болады. Енді осы жерін скотчпен немесе желіммен жабыстырып қойыңыздар. Сонда өзінің формасын ұстап тұрады. Менде қазір скотч болғандықтан міне скотчпен жабыстырып қойдым. Өте аккуратно шықты. Немесе желіммен жабыстырсаңыздар да өз формасын сақтап аккуратно болып шығады. Міне осындай карандаш бізде дайын. Мына бетіне мен арнайы қағазды осы өлшемде шығарып алып, ережелер жазып қойдым. Ал басқа келесі бір сыныпқа осы жерге сабақ кестесін жазып бердім. Және тағы бір сыныпқа тапсырмалар орындатуға бердім. Осылайынан жазып, бірінші тапсырма көп нүктенің орнына осы сөздерді қой деп. Өте қызықты, балаларға өте қатты ұнады. Назарларыңызға рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік.